Ташенов атындағы жалпы орта білім беретін мектебіне қош келдіңіздер. Мектебімізге 2018 жылдың 20 желтоқсаны күні салтанатты түрде Жұмабек Ташеновтың есімі беріліп, Жұмабек Ташеновтың ұрпақтары, бауырлары, ғалымдар мен Ташенов танушылар, қоғам қайраткерлері келіп, мектеп маңдайшасын ашты. Мектебіміздің ішінен арнайы Жұмабек Ташенов сыныбы ашылған болатын. Сыныпта Жұмабек Ташенов туралы мәлімет беретін стендтер мен буклеттер қойылған. Және сыйға берілген портреттер мен фотоальбомда сыныптың көрнектілігіне кіреді. Ташенов танушы Еркеболат Қабылданың мектебімізге тартуы. Кестелеп тігілген Жұмабек Ташеновтың портреті. Жұмабек Ташеновтың туыстары мен балаларының мектебімізге тартуы. Фотоальбом біз үшін құнды жәдігер болып табылады. Бұл фотоальбомда Ташеновтың отбасылық альбомынан алынған суреттер жарияланған. Ол Ташеновтың келіні Фатима Садыққызының мектебімізге жасаған арнайы тартуы болатын. Сондай-ақ мектеп қабырғасында Жұмабек Ахметұлы Ташеновтың туыстары да білім алуда. Мен Балташа Мерет, 11 сынып оқушысымын. Мен Жұмабек Ташеновтың ұрпағы болып келемін. Жалпы Жұмабек Ташеновтың інісі, әрі құдасы болып келетін Тоқабай Қаматай ақсақалдың айтуы бойынша, Ташеновтер әулеті арғынның ішіндегі қуандық руынан Алтай тармағынан тарайды екен. Өлке тұнушы Садуақас Тортай Қазиұлының айтуы бойынша, Жұмабек Ташеновтың ата тегін былай деп бөлген екен: Ақбура, Меңдіқұл, Торпа, Бәймен, Әлжан, Жақсыбай, Ахмет, Жұмабек деп бөлген екен. Менің туған әжем Әлжан Бағдат Зүлбайқызы осы Әлжан атасынан тарап Жұмабек Ташеновке аталас қарындас болып келеді. Екі 2021 жылы Жұмабек Ташеновтың құрметіне арнап, мектеп қабырғасында мурал салынды. Мектебіміздегі Ташенов сыныбы біз үшін мұражай секілді. Мектебімізге келген әрбір қонақтар мен мектеп оқушылары Ташенов сыныбымен танысып, тарихи тұлға туралы біраз ақпаратты танып жүр. Болашақта мектебімізде Ташенов мұражайы да ашылатынына сеніміміз мол және жоспарда енгізіліп отыр.